Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция, қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Бүгінгі видео ETF-терге арналады. Не үшін бастаушы инвесторлар ETF-ті инвестициялық құрал ретінде бірінші орында қарастырулары керек? ETF-ті қалай таңдаймыз? Қандай ETF-терді алған дұрыс? Олардың құрамына не кіреді? Деген сияқты сұрақтардың жауабын осы видеоны соңына дейін көрсеңіздер алатын боласыздар. Бұл видео тек бастаушы инвесторға ғана емес, инвестициялаумен біраз уақыт шұғылданып жүрген инвесторларға да пайдалы болмақ. Сол себепті видеоға алдын ала қолдау ретінде лайк басып, пікір жазып кетулеріңізді сұраймын. Арнаның жаңа көрермені болсаңыз, алда шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаның үстінен баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге алдын ала рахмет. Ал мен бастаймын. Негізі, ETF-тің не екендігін талдайтын видео арнамда бар. Толық ақпарат алғыларыңыз келсе, жоғарыдағы сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады. Қазір бұл құрал жайлы қысқаша айтып өтетін боламын. ETF-ті әртүрлі бағалы қағаздардың бір бөліктерінен құралған жиынтық бағалы қағаздар корзинасы деп түсінсе болады. ETF-ті ала отырып сіз жекелей бағалы қағазды емес, әртүрлі акция, облигация және басқа да құнды қағаздардың коллекциясына ие боласыз. Олар да акция, облигация сияқты қор нарығында еркін саудаланады. Олардың да тикерлері болады. ETF жеке бағалы қағазды сатып алғанға қарағанда арзанырақ және диверсификацияланған болып саналады. Сол үшін де ETF бастаушы инвестор үшін ең мінсіз құрал. Қор нарығында ETF-тің түрлері өте көп. Оның ішінен дұрысын таңдап алу инвестордың болашақ табысына, қаржылық жағдайына тікелей әсер ететін болады. Олай болса, ETF-ті таңдау кезінде неге назар аудару керек? Қандай факторларды ескеруіміз керек? Соған тоқтала өтейік. Әрбір инвестордың өзінің инвестициялауда мақсаты болады. ETF-ті таңдаудағы бірінші фактор осымен байланысты. Сіз өсімді, табысты, әлде тұрақтылықты мақсат етіп инвестициялаудасыз ба? Әрбір ETF-тің өзіндік мақсаты болады. Мысалы, егер сіз инвестициялау арқылы қаражатыңыздың тез өскенін қаласаңыз, технология немесе инновацияға негізделген ETF-ті таңдағаныңыз жөн. Келесі, ETF таңдаудағы фактор ол активтердің класына негізделеді. ETF әртүрлі активке негізделген болуы мүмкін. Мысалы, ETF-тің негізін акция, облигация, жылжымайтын мүлік құрауы мүмкін. Сіз қай активтің класына инвестициялағыңыз келеді? Осыған жауап беріңіз. Мысалы, акцияға негізделген ETF-тің әдетте волатильдігі жоғары болады. Алайда, табыстылығы да сәйкесінше басқа активтерге негізделген ETF-терден көбірек болады. ETF-ті таңдағанда енді бір назар аударатын фактор ол ETF-тің тарихы. Әрине, ETF-тің тарихтағы қайтарымдары болашақта болатын қайтарымдарға кепілдік бермейді. Алайда, оның уақыт өте келе әрбір экономикалық кезеңдерде ETF-тің қандай көрсеткіштер көрсеткендігі маңызды. Сол себепті де ETF-тің соңғы 5, 1 және 10 жылдағы қайтарымдарына көз жүгіртіп шыққандарыңыз абзал. Осы негізгі факторларды ескеріп, өзіңіздің инвестициялық мақсатыңызға сай келетін ETF-терді оңай таңдап алуға болады. Алайда, бастаушы инвесторға бұл факторларды ескеріп, таңдау жасаудың өзі қиынға соғуы мүмкін. Осыған орай, алдыңғы минуттарда бастаушы инвесторларға алуға тұрарлық ETF-термен таныстырғым келіп отыр. Бұл ETF-тердің басқару комиссиясы төмен, жақсы диверсификацияланған және өте ликвидті, яғни оларды сатып алу мен сату өте жеңіл болып есептелінеді. Бірінші ұсынатын ETF ол
SPDR S&P 500 ETF Trust. Тикері келесідей жазылады. Бұл ETF құрамына ақш экономикасының әртүрлі секторында лидер болып табылатын 500 ірі компания кіреді. Не себепті бұл ETF бастаушы инвесторларға тиімді? Жауабы өте қарапайым. Бұл ETF тұтастай ақш экономикасының жағдайын көрсетеді және өте жоғары деңгейде диверсификацияланған. Бұл фондтың құрамына денсаулық сақтау саласынан бастап тех саласына дейін жататын компаниялардың акциялары кіреді. Келесі қарастыруға тұратын ETF ол Vanguard Total Stock Market ETF деп аталады. Тикері келесідей жазылады. Бұл ETF құрамына ақштағы шағын, орта және үлкен бизнеспен айналысатын барлық компаниялардың бағалы қағаздары кіреді. Бұл ETF-тің алдыңғы ETF-пен салыстырғанда құрамы ауқымды. Сол себепті де ұзақ мерзімде өсімді көздейтін инвесторлар үшін таптырмас құрал. Үшінші қарастыруға тұратын ETF iShares MSCI Emerging Markets ETF деп аталады. Тикерін келесідей жазып іздесеңіздер болады. Бұл ETF құрамына Қытай, Бразилия, Индия сияқты дамушы нарықтардағы компаниялардың акциялары кіреді. Бұл ETF-тің артықшылығы сізге бірден халықаралық деңгейде диверсификациялауға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Алайда, бұл ETF ақш нарығына негізделген ETF-пен салыстырғанда волатильді болатындығын ескеру керек. Бастаушы инвесторларға көз салуға тұрарлық тағы бір ETF ол Invesco QQQ Trust ETF. Оның тикері келесідей жазылады. Бұл ETF Nasdaq 100 индексін қайталайды. Ол дегеніміз ETF құрамына тех саласының гиганттары болып саналатын Apple, Amazon, Meta сияқты компаниялардың акциялары кіреді дегенді білдіреді. Егер сіз инвестор ретінде тех саласының болашағына сенім артатын болсаңыз, бұл сіз үшін инвестициялауға мүнсіз құрал. Соңғы бөліскім келетін ETF тикері Schwab US Dividend Equity ETF. Оның тикері келесідей жазылады. Бұл ETF ақш нарығында үздіксіз дивиденд төлейтін компаниялардың акцияларынан құралған. Бұл жиі дивиденд алып тұруды көздейтін инвесторларға өте тиімді ETF болып табылады. Бұл тек бастаушы инвесторларға инвестициялауға тұратын ETF-тердің негізгілері ғана. Егер сіз осы ETF-терді сатып алғыңыз келсе, брокерлік шот ашып, шотты толықтырып, кейін тикер арқылы ETF-ті іздеп тауып сатып алсаңыз болады. Арнада бағалы қағазды сатып алу туралы видеолар көп. Соларға негізделе отырып, ETF-ті де сатып алсаңыздар болады. Қорытындылайтын болсақ, ETF кез келген инвестордың портфелінде болуы керек құрал. Ал бастаушы инвесторлар үшін инвестицияны бастаған кезде ең көп сатып алуға ұсынылатын құрал. Жоғарыда ұсынылған тарихы терең ETF-терді сатып алу сіздің қаражатыңызды сақтап қана қоймай, олардың тиімді өсуін қамтамасыз етеді. Сіздер осы видеодан өздеріңізге пайдалы ақпараттарды алдыңыздар деп үміттенемін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің кері байланыстарыңыз бен қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.